сәлемсіздер, мен сендерге бүгін нағыз адам хикаясын айтып беретін боламын. Апта күнінде ауылда бір-ақ құдық болатын, және ол жерде түрлі өткен-кеткен жолаушылардың бәрі су ішеді. Ол жерде атасы мен немересі тұрады. Bir күні атасы мен немересі құдықтан су алуға барады екен. Сонда шелектері құдыққа түсіп кетеді. Оны ала алмай судан су сұрайды екен барлық елден. Бірақ ол ауылда атасы мен немересі ғана тұрады. Ол жерде өткен-кеткен жолаушылар су алғанда бізге бере ме деп сол жерде отырады. Бірінші күні бір жолаушы келеді. Ол бірінші өзі ішіп, содан кейін атасы мен немересіне береді. Сонда немере сұрайды, ата бұл қандай адам дегенде, атасы айтады, бұл адам емес дейді. Екінші жолаушы келіп су ішеді. Ол кезде бірінші өзі ішіп, одан кейін ата мен немереге қалдырып кетеді екен. Сосын немере сұрайды, ата бұл қандай адам? Сонда атасы айтады екен, бұл әлі толықтай адам емес дейді екен. Содан кейін үшінші адам келеді екен, жолаушы. Содан кейін жолаушы келген соң бірінші ата мен немереге беріп, одан кейін өзі ішеді екен. Сонда немере сұрайды, ата бұл қандай адам дегенде, бұл нағыз адам дейді екен. Ертегі ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.